сіздерге мынаны айтпасам болмай тұр да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен Хадиша анамыздың махаббаты жайлы. Қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху бұл Нұртауы. Нұртауында Хира өңірі бар. Хира өңірінде алғаш уахи түскен. Осы жерде құлшылық жасағанда, сол кезде кейбір кездерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің үйіне анда-санда өзі түсіп тамақты алып кететін болған. Хадиша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шаршап ентігіп қалмасын, өзінің құлшылығына көңіл бөлсін деп, ол өзі ана жақтан, Хадиша анамыз ол кезде 55 жаста, сондай қартайған шағында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тамақ таситын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алыстан Хадиша анамыз радиаллаху анханы көреді да, тамақ алып келе жатқан. Пайғамбарымыз Хадиша анамызды шаршап қалмасын деп тағудың етегіне түсіп Хадиша анамызды күтіп алатын болған. Көрдіңіздер ме? Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху мен Хадиша анамыз сол кездескен жерде өте ұзақ әңгіме айтып, бір-бірімен сырларын бөлісіп отырған екен. Ал енді ол жерде қандай әңгіме айтылғандығы, екеуінің арасында қандай махаббат әңгіме болғандығын тек Аллах қана біледі. Қиын кезде өте қатты жанында көмектесіп, жанынан табыла білген жан. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хадиша анамыз жайлы былай айтқан екен: әлемдегі әйелдердің барлығы сенің даналығың мен жүрегіңдегі махаббатты білетін болса, өздеріне өзіңді үлгі етіп алатын еді дейді. Қазір шын мәнінде қарасақ, Хадиша анамыз радиаллаху анханы біз үлгі тұтамыз. Себебі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қиын қыстау кезде көмектесіп, жанынан табылып, ешкім сенбеген кезде қолдау көрсетіп, ең алғаш иман келтірген әйелдердің бірі болған. Хадиша анамыз радиаллаху анханы Айша анамыздың өзі дүниеден өтіп кетсе де өте қатты қызғанған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хадиша анамызды ерекше жақсы көрген да. Хадиша анамыз жайлы айтқан кезде, ол жайлы үндеме, ол жайлы айтпауыңызды сұраймын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сөйтіп өтінген екен да. Әрине әйел адам болғаннан кейін қызғаныш болады ғой. Бірақ енді Хадиша анамыздың қызғануының өзінде бір үлкен даналық жатыр деп ойлаймын. Себебі Хадиша анамыздың білесіздер, өте дана әйел болған. Ондай даналық баршамызға бұйырсын, иншалла. Қараңыздар, осындай керемет шыққаныма өкініп тұрған жоқпын, вообще керемет болып тұр. Сираны оқып келулеріңізді сұраймын, себебі сираны оқып келген кезде прям жүрекпен әсер аласыздар. Прям өздеріңіз уже көздеріңізге елестетіп тұрасыздар. Мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүрген, мына жерде Хадиша анамыз жүрген деген сияқты өте керемет сезім.